зерттеу жобасын жүргізу, негізгі нұсқаулық. Зерттеу жобасын жүргізу, негізгі нұсқаулық деп аталатын еңбек зерттеу жобасын жүргізуде сатылы нұсқаулық ұсынып, жан-жақты бағыт көрсетеді. Бұл кітап жаңа гуманитарлық білім қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық жобасы аясында аударылып басылды. Мұнда зерттеу жобасын жүргізу процесінің түрлі кезеңі сипатталған. Оқулық зерттеу жобасының концепциясынан бастап, оны таратуға дейінгі барлық аспектісін қамтитын 16 тараудан тұрады. Әрбір тарауда зерттеу жобаларын жүргізуге көмектесетін процестер ретімен баяндалған. Зерттеу жобасына дайындалу, зерттеуге қатысты сұрақтар әзірлеу, зерттеудің этикалық нормаларды сақтауы, деректер жинау және талдау, жалпы зерттеу жүргізуде қажет болатын қадамдар толықтай қамтылған. Кітапта студентке зерттеу жобасын бастап, оны сәтті аяқтауға көмектесетін көмекші құралдар да ұсынылады.